Бір жасағаннан жұп-жұмсақ болып пісіп шығатын өте дәмді пирожки жасаймыз. Ол үшін ыдысқа жылы сүт, жылы су, тұз, сары май, дрожж саламыз да араластырып, үстіне ұнды саламыз да жақсылап қамыр илейміз. Қамырды 1 сағатқа ашытып қоямыз. Салмасын жасаймыз. Тапаға майды құйып, пияз бен сәбізді қуырып аламыз да, үстіне капустаны салып, үстіне тұз, бұрыш саламыз да жақсылап қуырып аламыз. Қамырды осылай бөліктерге бөліп, домалақтап шығамыз. Сосын оқтаумен жайып, жұқа қылып, ортасына салмасын саламыз. Осылай қатты ашылып кетпейтіндей қылып біріктіреміз. Барлығын түйіп болған соң 5 минутқа бетін жауып қойыңыздар. Сосын барып бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағып шығыңыздар. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 20 минутқа қызартып пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, наны жұп-жұмсақ болып өте дәмді болып шығады. Ас болсын сіздермен болған Назерке. Сіздерге рецепт ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.